Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз 5 бармақ дайындайтын боламыз, және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біз суымыздың үстіне еттерді және де май деген секілді заттарды салып аласыздар. Одан кейін барып жақсылап қайнағаннан кейін бетінде көбігін аламыз, және де видеодағыдай көбігін аласыздар, бетінде тұрған. Және де осылай сүзіп алыңыздар. Міндетті түрде бетіндегі көбігін алу керек. Сонда бізде біраз 2 сағаттай қайнағаннан кейін етіміз осындай болып шығады. Бұл жерде картоп тағы да сондай секілді қайнатып алсаңыздар болады. Міне еттер бізде осынша шықты. Ендігі кезекте біздегі сорпаны, яғни біздегі қайнап шыққан сорпадан аламыз, және де қызанақ, пияз саламыз, және де оттың астын кішкене жағып қоямыз. Мына жақта енді бізде салат дайындадымыз. Тамақпен жасалғанға өте керемет болып шығады. Бұл салатта да рецепті менің парақшамда бар. Енді осылай жақсылап барлығын дайындап аламыз. Одан кейін барып бізде қамыр осындай болды. Оның қамырдың рецептісін кез келгенде мен дайындасаңыздар болады. Бұл жерде мен жұмыртқа, су, тұз және де ұнмен жақсылап жасай салдым осындай қамыр. Және де оны жақсылап жұқалап жайып қатырып қойдық. Енді оны осылай ашып шығамыз араларын. Барлығында араларын ашып шығу керек. Және де оны біздегі қайнап тұрған сорпамызға біртіндеп саламыз. Осылайынан салып араластырып тұрамыз арасында. Бұл жерде бізде қамыр 5 минуттай піседі. Осылай барлығында салып алуымыз керек.